Саламатсыздар ма достар, қайырлы күн баршаңызға. Мен бүгін божо жасайын деп жатырмын. Божыға жаңадан сойылған жылқының іш майын, етін және керек көкөністерді ет тартқыштан өткізіп алдым. Ол үшін маған 2 дана картошка, 2 дана сәбіз, 2 дана жуаны ет тартқыштан осылай өткізіп алып, бәрін бір үлкен ыдысқа салып, керегенше тұз, қара бұрышты, әртүрлі дәмдеуіштерді қосып, маған керек бір кесе ұнды 2 бөліп салдым. Алғашқы ұнды салып, жақсылап араластырдым. Одан кейін тағы да екінші ұнның бөлігін салып, кішкене тұз салып, жақсылап араластырып шықтым. Одан кейін дайын болған массаны жылқының ішегіне қолмен қасықпен салып, керек өзіме қажетті бөлшектерге бөліп, екі жағын жіппен байлап, осылай дайындап алдым. Міне, менің божым дайын болды. Егер сіздерге ұнаса, каналыма тіркеліп, пікір қалдырып, лайк басып кетіңіздер. Бізге ас болсын. Назарларыңызға рахмет.